40 айқас өткізген аса тәжірибелі жауынгерге қарсы кәсіпқой деңгейде 3-ші айқасына шыққан Олжас Абзалиев. Бірінші соққа Гусейновтың еншісінде. Аса бір өте үлкен ықыласпен айқасқа дайындалып келгендігін көрсетті Гусейнов. Абзалиев асықпай қимылдауда жөн санаған сияқты. Қызық жекпе-жек болады деп ойлаймын. Екеуі де өте мықты, салмақтары ауыр, соққылары ауыр. 5 раунд бар алды. Алыптардың айқасы. Абзалиев әзірге. Абзалиев бауырымыз 2-0 болса да, бірақ любительская карьера дейді ғой, сол кезде өте көп жекпе-жек өткізген. Әуесқойдан тыс қаққан енді. Тәжірибелі аю. Әлем чемпионы болды, Азия чемпионы. Сондықтан да Гусейнов. Аса бір ауыр соққысын дайындап жүргендей. 40 айқас өткізген. Абзалиев барлығын көріп тұр. Гусейнов бір ашық айқасқа дайындалып жүргендей. Қарасаңыз. Ауыр соққы дайындап жатыр. Келші деп тұр ғой. Құшағым ашық, келші ашық айқасқа. Бірақ асығудың қажеті жоқ. Осы алдыңғы қолы Абзалиев үшін тиімдірек сияқты. Сәл бойшаңдау, қолдары да ұзын екендігін байқауға болады. Олжастың. Бойда ұзын, қолда ұзын. Күресі де жақсы. Бірақ Артур Гусейнов үлкен промоушндарда өнер көрсеткен, өте тәжірибесі мол. Қауіпті. Гусейнов алмас қылыштай жарқылдап тұр. Абзалиевтің қорғаныстан саңлау іздейді. Тамаша. Қазір Олжасқа асықпай өз позициясын алып дайындап. Біраз енді еркеледің, ойнадың, партерге қарай ығысайық деген позициясы ғой Абзалиевтің. Төрешілерге де қиын болады қазір санауы. Қазір бір тейкдаун бар, контроль бар. 2 минуттай аяғына дейін контролировать етсе, соққылар жұмсап, бірінші раундта отат Абзалиев. Бастай қас ардақ жанкүйерлер, бәске тігілген титулды жекпе-жек, титул. Бұл енді Гусейнов үшін мансабындағы ең бір басты арман шығар. Осыншай жасқа келіп, ең соңғы бір мүмкіндігі ғой. Титул иеленіп қалу, тарихты жасау деген. Осы мүмкіндік уысында тұрғанда барын салатыны түсінікті. Ал енді Олжас Абзалиев үшін өзінің чемпион екендігін дәлелдейтін сәті алғашқы қорғауы шынтақты іске қосты. Поезді оту оңай, қорғау қиын дейді ғой. Енді өзіңіз басыңыздан өткізген дүние ғой. Абзалиев тамаша қазір тіземен жақсылап бір дәлдеді. Артур Гусейновты енді дағыстандық боец, жауынгер. Мысалы өзі ұру жағынан жақсы қимылдаса, бірақ күресі де жақсы. Қорғанып тұрып отыр. Абзалиев енді жібермейтін сияқты. Осы бір осында позицияға құлатып алса. Уақыт
Алғашқы раунд аяқталды. Өнер көрсетті, шыдамдылық көрсетті. Төзімді екен. Ауыспай чемпион. Ой, қандай қауіпті. Абзалиев орнында. Сол жұдырығын сәтті жұмсады. Гусейновтың тұрсипатына қарап бір көше төбелесінде шыныққан азамат па деп қаларсыз. Оның жанында Абзалиев аристократ файтер. Тұрсипаты өз-өзін ұстады. Бұл ММА, түрге қарауға болмайды, шырдоққа қарауға болмайды. Өте дұрыс. Қырық айқас өткіздің бе, 2 айқас өткіздің бе? Айырмашылық жоқ. Кімде қандай мотивация, кімде қандай бағыт бар, кімде қандай желание бар, солар ұтады ғой. Цель, намерение. Кім көп жаттықты. Мынада енді дүйім жұрттың алдында осындай алғашқы чемпиондық белдігін қорғау сәті. Абзалиев үшін иығына үлкен жауапкершілік жүк болып жатқанда осы. Маша қайталау керек сияқты болса. Хайкик соққыларды Сұрып алды Артур Гусейнов. Бірі тыныстап алайын деген шығар. Екеуі де бір-бірін сыйластық көрсетіп, удар өтсе мойындап, өтпесе өтпеді деп, кәдімгідей жақсы шоу көрсетіп отыр. Жақсы екен соққыңыз дегенде. Кішігірім рахмет айтып отыр. Абзалиев. Артур Гусейнов көрсетіп отыр Абзалиевке, ударын өтті деп. Бауырынан тепкен соққысы. Тағы бір қайталап көру керек шығар. Гусейнов соққы жасауды қойды. Күтіп жатыр. Олжастың қателігін іздеп күтіп жатқан болар. Бір соққыға осында иегі артып жүр ғой. Гусейнов. Бұл енді ауыр салмақ болғанмен әрбір соққы соңғы болуы мүмкін негізі. Маша Абзалиев жұмсағанын жеткізе білді. Әсіресе солақай құлаштай ұрғаны. Енді бір дәл тисе әдемі. Артур Гусейновтың капасы өзінікі емес па, жаңа капама қайта-қайта аузын ұстай берді ғой. Сол да кетергі болып тұр мүмкін. Мұрнымен дем алу қиын шығар. Капасы түсе берді қайта-қайта. Жақсы тейкдаун Олжастың ішінде. Олжас жақсы тейкдаун өткізіп, қазір контролировать етіп, жақсы позиция алып, жұмыс істеу керек, жай жатуға болмайды. Соққы өткізу керек, ұпай жинау керек. Төрешілер бәрін қарап отыр, қадағалап отыр. Мынадай қарқынмен бәлкім 5 раундта да көріп қалармыз. Бәрі мүмкін. Осының алдындағы жекпе-жекте жаңа Ақтілеу Әскербайұлы төреші уақытында көрді жаңа Бусрункалдың соққысын. Ол да жақсы, ол да тәжірибе ғой. Менің кейбіреулері көрмей қалып, 2-3 соққы уже артық кетеді. Ол жауынгерлерге кедергі кетеді. Спортшының денсаулығына зақым келеді. Артық зақым келтірмеген сәт қой. Ақтілеу Әскербайұлы Қырағылы. Өте орынды, өте жақсы. Кештің нокауты деп. Әрине, ол сөзсіз Бусрункалға деп айтуға болатындай. Одан басқа нокаут болған жоқ. Техникалық нокаут қана болды. Енді техникалық. Кеш сабмишіні Қабдрахмановқа тиесілі. Ол да шығар. Басқа да қазір жанкүйер жұрт өздеріңіз қорытындылай жатарсыздар. Осылай екінші раундымызды аяқталуға таяды. Олжас жақсы жұмыс істеп жатыр. Әдемі, жақсы.
өтті әлге. Бір жағынан қарасаңыз, айқас сылбыр өтіп жатқандай еді. Жоқ, тамаша. Абзалиев астынан көтере әдемі. Жұмсады жұдырығын. Тұрмай, көп қимылдап жұмыс жасау керек негізі. Бір орында тұрма дейді. Жанкүйерлер де, бұрышы да Абзалиев үшін. Демек, мүмкіндік Екеуі пайдаланып. сөйлесіп, кәдімгідей күліп, әңгіме соғып тұр жүр ғой. Қал жағдай жақсы ма? Жақсы деп. Қалай жағдай денсаулық? Жақсы, өзің қалай жағдай денсаулық деп. Ал бұл енді Гусейновтың тыныс алуында да бір кедергі бар сияқты. Иә. Мұрынмен тыныс алуында, сондықтан да аузын ашып қауіпті. Бір түрлі екен, бір-бірімен сөйлесіп, күліп, сосын бастан бір тебетін. Бұндайды кім көрген? Енді жақсы трэш-ток, Жалпы қызықты жекпе-жек. Абзалиев. Қауіпті! Тамаша соққы. Гусейнов партерге құлады. Шалқалай. Мен айттым ғой, соққылар ауыр, әрбір соққы соңғы болуы мүмкін деп. Абзалиев. Айқаста осы бағытта түйіндей алады ма? Әлде? Асықпау керек ол жасқа. Жақсы орнығып ап, бір-екі ауыр соққы өткізу керек. Бірақ Артур Гусейнов қазір демалып жатыр, жақсы қорғаныс көрсетіп жатыр. Соққыны өткізіп алғанымен де көтере алатындығын дәлелдеді Гусейнов. Өз секундтарын тыңдап, қарап, жақсы қорғаныс көрсетіп жатыр. Жақсы айқас. Тамашалауда жанкүйерлер. Тіпті аяққа тұрып кетті. Гусейнов. Ол жасқа қазір асықпау керек. Көп күш жұмсап алса. Енді бұл позициядан тырп еткізбей Абзалиев ойлаған жоспарын өрістетіп алып кете алады ма? 2,5 минут бар әлі алда. Өте мүмкін осы жекпе-жекті аяқтауға уақытынан бұрын. Асықпа деген сөзді естіген сияқты. Олжас. Екеуі де шаршады, екеуі де дем алып жатыр. Әрі күшті сақтау керектігін жақсы біледі. Абзалиевтің бір білегі қарсыласының алқымында солай тынысын тарылды. Олжас Абзалиев жақсы өзіне позиция алып алды, маунт позиция. Осы позициядан енді жекпе-жекті аяқтауға да болады негізі, бірақ Қапталға қарай бақылау өткісі келеді ғой Абзалиев. Содан бір әдістің шетін шығарды ма бәлкім? Боковой контроль деді ғой, соған шығып алды енді. Бір сабмишн ойлап тұрма деген ой қылаң берді. Шықты қапталдағы бақылауға. Енді 1 минут уақытыңыз бар. 1 минут уақыт деген негізі бітпейтін уақыт қой, осындай уақытта. Әсіресе. Кезде, Гусейнов барынша. Артур Гусейновқа тұру керек аяқта. Жаңа тәп-тәуір тұрып кеткен еді. Қазір енді Абзалиев қарсыласын тұрып еткізетін емес. Қайтадан толыққанда маунтқа өтті енді. Ширата түседі ме Абзалиев? Шабуыл. Меніңше Абзалиев осы қарсыласын алқымнан ала түсіп демалуын қиындату арқылы біраз жұмыс шешіп жатқан сияқты. Ол да бар. Ол пайсанмен ұтып келе жатыр.
Позиция өзінде, контроль өзінде. 2008 жылы кәсіпқой жолын бастаған екен аралас жекпе-жек алаңында. Содан бері 40 айқас өтті. Басынан не өтпеді бұл Майот Талманның деп айтайықшы. Тіпті енді өзі бір сұмдық, әр ұрғаны дәл тиетін, әр сәтте нокаут тіркейтін, сондай бір жарқын жекпе-жек шебері болмаса да тәжірибелі қаншама қарсыласпен айқас өткізді. Тамаша Абзалиев бағанағы соққы ғой сәтті шыққан, сол қолымен қуаштай ұратыны. Қылқындыру әдісін өткізіп жатыр Артур Гусейнов. Бұл енді аяқпен түйіндеп тіреп түйіндеу қажет, бірақ Абзалиев барлығын көріп сезіп тұр деп ойлаймыз. Ешкімдіксіз тұрып кетуге тырысыңыз да. Артурдың да қоласын шығарды, бірақ Артур шаршаған болар. Қылқындырып, қол біраз талады, шаршайды, көп күш кетеді оған. Енді қарқын қосады ма? Енді Олжастың бүкіл шанстары бар осы жекпе-жекте. Әрі әдемі өткізуге. Сөзсіз Абзалиев еш асығатын емес, тағы да қапталға бақылауға шықсы келеді ме? Өтті. Осы бір сабмишн әдісі бар сияқты. Иығымен жағынан басып жатыр бүкіл салмақпен. Тұншықтыра ауырту деп айтамыз ба? Екі бірдей функцияны атқаратын әдіс болып тұр. Гусейнов әйтеуір жанталасқа түсті қазір. Бірінші раундтағы қарқын жоқ. Артур шаршады, біраз күшін кетірді. Жағдай қиын өте. Ауыр салмақ өкілдері түсінуге болады. Олжаста шынтақпен көп жұмыс жасау керек. Сосын бұл шынтақтың бір пайдасы қарсыласты нағыз бір илеуден өткізіп, иініне көндіріп, шаршатып, одан кейін бір ауыр соққымен түйіндей салғысы келген адамның әрекеті деп ойлаймын. Тағы да шынтақпен жағынан басып жатыр Гусейновтың. Қайта. Ол де бір шаршатудың бір тәсілі ғой. Солай нағыз умаждап илеп деп айтамын ғой, енді бар күшін салып. Одан кейін 4-ші раундтың соңғы минуты. Ой, тамаша! Осы екен ғой ойлағаны. And still light heavyweight champion of the world,